Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада кәсіпкерлермен кеңес өткізіп, шағын және орта бизнес өкілдеріне мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалып жатқандығын алға тартты. Президент экономикамыздың қуатты, саясатымыздың тұрақты болуы үшін отандық бизнеске барынша қолдау жасап келгендіктерін жою, кедергілерді жою керектігін жеткізді. Тілшіміз Эльдар Бақпаев жалғастырады. Бүгінде елімізде 2,5 миллионнан астам азамат шағын және орта бизнеспен шұғылданып кәсібін өрге домалатып отыр. Кәсіпкерліктің басым бөлігі өңірлерде шоғырланған. Сондықтан да дамыған елдермен тереземізді теңестіру үшін бізге жаппай кәсіпкерлерімізді қолдауға аса көңіл бөліп, тиісінше қызметтер көрсетуіміз керек, деді елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстанда 7232 ауыл бар, оның 3750-нің жағдайы жақсы, әлеуеті бар. Сол себепті президент тиісті орган өкілдеріне бизнесті дамыту үшін ең алдымен әкімшілік кедергілерді жойып, кәсіпкерлердің тың бастамаларына қолдау жасау керектігін тапсырды. Я возлагаю большие надежды. Бұл ретте Атамекен ұлттық палатасының нәтижелі жұмысына сенім артамын. Ол Нұр Отан партиясының ұстанған бағытымен тікелей байланысты. Халықты бизнес құруға үйрету қажет. Бұл жерде аяғынан нық тұрған кәсіпкерлер жиналды. Сіздердің қатарларыңызды толтыру үшін басқаларын тартып үйрету керек. Есеп-шот жүргізу, қаржы қатынастарын құру, салық жүйесінен хабардар ету. Міне, мемлекеттің алғашқы көмегі осындай болу керек. Бизнесті қолдау дегенді 20 жылдан бері айтып келеміз. Енді бизнес мемлекетке көмектесуі қажет. Заңды тұрғыда уақытылы салықтарын төлеп, кәсіптерін кеңейтуге жұмыс жасағандарыңыз маңызды. Дағдарыс кезіндегі экономиканың тұрақтылығына орта және шағын бизнес ықпал етті. Өйткені ішкі жалпы өнімнің 90%-ын осы бизнес өкілдері өндіріп отыр. Қазақстан 2050 стратегиясында отандық бизнесті жан-жақты дамыту негіздері қарастырылған. Мәселен, неміс экономикасы Еуропа елдер дағдарыста етек-жеңін жинай алмай жатқанда аяғына нық тұр. Себебі кәсіпкерлер дұрыс бағыт-бағдар жасай отыра өз істерін жетік меңгерген. Яғни қазаншының өз еркі, қайдан құлақ шығарса демекші, бизнестің қалай дамытуы тікелей әр адамның өзіне байланысты, дейді кәсіпкерлер. Қазір кәсіпкерлер тарапынан мемлекет ешқандай да көмек бермейді дегенді жиі естіп жүрміз. Алайда ол олай емес. Мемлекет біздің бизнесімізді дамытуға жеңілдіктер, субсидиялар, түрлі мемлекеттік бағдарламалармен қолдау жасауда. Кейбірі бұл жеңілдіктерді дұрыс пайдалана алмағандықтан түрлі қауесет таратады. Еліміздің отандық ішкі инвестициясы 124 миллиард долларды құрайды. Көрсеткіш жаман емес, алайда тоқмейілсуге негіз жоқ, дейді елбасы. Себебі дүниежүзілік сауда ұйымынан ойып тұрып орын алу үшін қыруар шаруа атқарып, бәсекелестікке бейімделуіміз керек. Вы должны интеграционные процессы защищать. Бүгінгі нарық біздің кәсіпкерлерден қарқынды жұмысты талап етеді. Өйткені интеграциялық процесс маңыздылығын айғақтады. Біздің басқа амалымыз жоқ. Сапаны жақсарту қажет деп мен осыған дейін де ескерттім. Егер қазір сіздер Ресей, Беларусьпен бәсекелесе алмасаңыздар, ертең дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болғанда жағдайымыз не болмақ? Бизнестің белсенділігін арттыру қажет. Кәсіпкерлер кеңесінің отырысында бизнесмендер өзекті сауалдарын қойып, оған тұшымды жауап алды. Елбасы өз кезегінде Атамекен ұлттық палатасына кәсіпкерлердің басын қосып, олардың біліктіліктерін арттырып, жаңа белеске шығару тапсырмасын жүктеді. Себебі бизнесті дамыту баршамыздың басты мақсатымыз болып табылады, дейді алқалы жиында бас қосқандар. Эльдар Бақпаев, Бақтияр Рзаев, 24 KZ.